Қаржылық мониторинг агенттігі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру саласындағы қаражат жымқыру деректерінің жолын кесу бойынша жұмыс жүргізіп жатқан тұста алаяқтық жағдайлар жиілеп кетті. Қаскөйлер өздерін агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, анықталған заң бұзушылықтарды алға тартып, медицина мекемелерінің басшыларын қылмыстық жауапкершілікке тартамыз деп қорқытады. Сонымен қатар сыйақы берсе, жауапкершілікке тартпауға уәде етіп, ақша талап етеді. Осындай алаяқтық схеманың жолын Түркістан облысында кесілді. Екі адам өздерін агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, алдау жолымен медициналық ұйымдардың бірінің басшысынан 15 миллион теңге көлемінде ақша алуға тырысқан. 5 миллион теңгені алғаннан кейін алаяқтар қалған 10 миллион теңгені беруді талап еткен. Осы жылғы 8 тамызда оларда Түркістан облысы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаментінің қызметкерлері агенттіктің өзіндік қауіпсіздік департаментімен бірлесіп қылмыс үстінде ұстады. Сот сыбайластарға қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді. Тергеу жалғасып жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді. Жауапкершілікке тартамыз деп қорқытып, немесе жазадан құтылуға көмектесеміз деп уәде беріп, ақша талап ету заңсыз әрекет. Мұндай деректер туралы қаржылық мониторинг агенттігінің кол орталығына 1458 нөмір арқылы дереу хабарлау қажет. Азаматтарды қаржылық мониторинг органдарына шақыру тек өндірістегі сотқа дейінгі тергеп тексеру шеңберінде заңда белгіленген тәртіппен рәсімделіп, жолданған ресми шақыру қағаздары негізінде ғана жүзеге асырылатынын ескертеміз. Азаматтарды сақ болуға, арандатушылыққа және алаяқтардың айласына ермеуге шақырамыз.